Бицепске арналған жаттығу штангыны түрегеп көтеру. Бізге Z образды. Бицепске арналған жаттығу штангыны түрегеп көтеру. Бізге Z образда штанг керек болады, яғни есік штанга. Обратный қуатпен ұстасаңыздар да болады, сыртқы қуатпен ұстасаңыздар болады. Айырмашылығы сыртқы қуатта бицепстің ішкі бөлігі жұмыс істейді. Обратный қуатта сыртқы бөлігі жұмыс істейді. Так, ол гантельмен көтерген сияқты тоже тізені бүгеміз, тартамыз шынтақты. Фиксацияға қоямыз, сәл еңкейеміз немесе өте қатты емес. Иықты бүкпейміз. Читинг жасамаймыз. Сразу көтереміз, жаймен түсіреміз. Көтердік, түсірдік. Көтердік, түсірдік. Шынтақпен былай емес. Одан пайда жоқ. Кеттік. Төмен нүктеде ұстадық. Көтердік, түсірдік. Штангыны обратный қуатта көтеру. Бұл бицепстің сыртына беретін болады, және предплечьеге береді. Сонымен обратный қуатта ұстаймыз. Аса қиындығы жоқ, шынтақты бір қалыпты фиксацияда ұстаймыз. Кесіні бүкпейміз, тіке ұстаймыз. И раз, два. Бұл жаттығуда салмақты жеңілдеп алған дұрыс. Мен қазір екі жарым кило салдым. 5 кило салсам маған ауыр болады. Бұны обратный қуатта ұстасаңдар да болады. Узкий қуатта. Бірақ ол өте қиын. Сондықтан маған сыртқы қуат жарайды, предплечьеге қалса қатты мән берген жоқпын. Бірақ жасау керек. Кеттік.